Ассалаумағалейкум, Абай аға. Оғалейкум ассалам балам. Бүгінгі мына тобықтының торқалы тойына сіздің келгеніңізді бір кереметтей ғажайып құбылыс ретінде қабылдаймыз. Мына қол шапалақ құрметтің бәрі бір сіздің құрметіңізге. Рахмет. Ұлыңыз, Олжас пен келініңіз Мадинаның құрметіне бір киелі қасиетті батаңызды алсақ деген ниет бар. Сол кезде біздің тектілігіміз, көрегенділігіміз, қазақшылығымыз көрінбей ма? Сонымен құрметті ағайындар, текті тобықты елі, киелі керей елі, барлығымыз қол жайып хакім Абайдың батасын алайықшы, қанеки қол жайықшы бәріміз илахи аумин деп. Иілген тал шыбықтай келін балам, кіршіксіз ақ қағаздай сенің бағаң. Торқалы той жасалды өздеріңе, елеулі үлесім бар менің доған. Дүниеде кем болмайды баталы құл, шашайын батаменен жемісті гүл. Қосылған теңін тауып екі жастың, әуелі жасын ұзақ бақытты қыл. Қаптаған қар ормандай шоғырлы қыл, әр іске асықпайтын сабырлы қыл. Алдында үлкендердің абыройлы, өзінен кейінгіге қадірлі қыл. Тобықтының елінде бітпесін жыр, әрқашанда төгілсін шапағат нұр. Олжас пен Мадинаның осы тойын, келер жылы алмасқа да жұғысты қыл. Аумин. Аумин, Аллаху акбар. Абай аға, бізге берген батаңыз Алланың құзырында қабыл болсын. Аумин. Бәрекелді, көп рахмет. Құрметті ағайындар, тойға келген тойшыл қауым, Абайдың кереметтей образын сомдаған актер ұлдарыңыз Нұрлан Жұмағали, қол шапалақтарыңыз, бәрекелді. Бәрекелді, Абай аға барып жастарды құттықтап келсе бір беттеріне сүйіп, бәрекелді. Сіздердің қошеметтеріңіз, бәрекелді. Туған елдің болып жүр ғой берекеті, ізгілікпен астасқан әр әрекеті. Осылайша ағайынның қуанышында ақылында айтады келсе реті. Осы тойға керемет бір идея қосқан Шаған ағам Семей жақтың авторитеті, бәрекелді, қол шапалақтарыңыз Шаған Манапұлына.